Құрметті 2020 жылғы бітіруші түлектер, Сырдария университеті бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасында 3 бағытта заманауи мамандар даярлайды. Бүгінде цифрландыру әлемдік ауқымдағы трендке айналды. Дамыған елдің барлығы цифрлық саясатты қолға алып, даму қарқынын артыруға күш салып жатыр. Десе де, инновация мен технология тілін түсінетін, оны жүргізетін мамандар тапшы. IT маманның аздығы тек Қазақстанда емес, бүкіл әлем елдерінде бар үлкен мәселе. Инновация мен технология күн сайын жаңарған заманда оларға сұраныс та арта түсті. Әлемдік рейтинг бойынша ең қажет мамандықтар тізімінде IT мамандықтар екінші орын алады екен. Бұл сала бойынша жұмыссыздық мүлде жоқ. Оларға ішкі нарықта да, шетелде де сұраныс өте жоғары. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша кемінде 60 мың маман талап етіліп отыр. Сондықтан, құрметті талапкерлер, отанымыздың дамуына үлес қос және өз жарқын болашағыңды қамтамасыз ет.